Кира. Ё-моё. Кира. Кім ол? Тұр. Вставай. Джейк сен ба? Жүрсің. Босатса енді. Жүр. Қалайсың? Жақсы, рахмет. Жыныма тимеші меніңе. Ойбай, не дейді науың? Тілі өсіп кеткен мұнаның. Жүр ярай. Тұра тұрш. Жүр. Қаяқтан машита. Қай болды жер тағы? Бұл менің әлемім. Джейк. Қандай жер бұл тағы? Аты қандай білмеймін. Біз қазір айдамыз. Ай? Иә. Ай дегенде бір түрлі екен ол. Бұл менің өз ойымда көзіме елестететін әлемім. Қалай екен? Жаман. Бұл жерде тірі жан жоқ. Екеумізден басқа. Джейк, естіп тұрсың ба? Иә, естіп тұрмын. Джейк. Басым алып отыр. Басым. Әкеміз бізге подвал жайлы айтты ма саған? Подвал жайлы айтқан ба? Яма жоқ па? Жоқ. Короче, білмесең, біздің ана Мариядағы үйіміз бар ғой. Джейк, біздің Мариядағы үйімізде подвал бар. Сол подвалда кілт бар. Сол кілтті табуымыз керек біз. Осы әлемде ба? Жоқ, Марияда. Мария қабырғасында. Қалай айтамыз? Мен қайтпайынша сен қайта албайсың. Менің қашан қайтым келе, сол кезде қайта алабыз. Не тұрсың е? Мен тез қайтар. Кешір, аға, бірақ өйте албаймын. Орындайсың айтқанымды. Тұсалды ма? Аға, қойсайшы болды ғой. Мені ұрғың келдің ма? Аға, ініңе қол көтересің бе енді? Өзім білем, үнмен қол көтерсем, не істесем? Байлық. Онда әкеміздің байлығын бөліп алайық онда. Қалай қарайсың? Бөліп алайық? Сен азған таласың, мен көп қол алам. Болмайды. Болады. 60-та 40 болсын. 60-та 40 болмайды, 70-та 40. Менікі 70, сенікі болса 10-ақ болсын. Өзіңе көп алма аға. Көп алалам. Не істейміз? Сен осыны дүние қоңыз екен қайдан білмеген бен? Сәл ойладсайшы. Не болды? Сен неге дүние қоңыз болып кеткенсің? Дүние қоңыз не істағы? Не болды ше? Дүние қоңыз деп сен сияқты ақша құмарларды айтады. Енді не болып дүние қоңыз болсам? Жараспайды па не? Жараспайды. Жараса ма жараспай ма оны өзім білем. Сені дәл қазір нақтан түсіру лақтырып жібере аламын. Так, сені өлтіргім келіп тұрған жоқ. Сен кішкене аяп отырмын. Өлтірсейші онда. Лақтырсай онда. Лақтыруға батырым жетіп отыр, бірақ аяп отырмын сені. Басқа да адамдар өлтіргісі келіп отырмын, мен сені жем қылғым келіп отырған жоқ. Мен сені қорғағым келіп отыр просто. Мен әкем үнемі ұра береді. Бірақ саған айтпаған ол мен жайлы. Сен дүниеге келгенде мен подвалдың ішінде болғам. Подвалда не істеп жүрсің? Подвалда аштықпен күрестім. Сонда әкеміз сені қамап қойды ма? Иә, қамап қойды. Әкеміз сен қалай өлтірдің? Марияға басып көргенде оны әбден азаптады. Тозаққа лақтырып жібердім. Тозаққа? Иә, тозаққа, нағыз тозаққа. Әкеміз қазір тірі ма? Жоқ, тірі емес, ол тозақтан ешқандай адам тозақтан тірі шықпайды. Сен просто аяп отырмын да. Просто бауым боласың. Аға. Не? Менде бір жоспар бар. Марланттарды қалай жеңу керектігін. Марланттарды сен бәрібір жеңе алмайсың. Жеңу үшін
Мамонттың қасында монстрлар да көп бар. Монстр емес, зомбилер. Зомбимен бірге монстрлар бар, неше түрлі. Олармен күресу үшін сенде қабілет болу керек. Менде қабілет бар. Қандай тағы? Херобрин. Херобрин не ол тағы? Херобринге айнала алам. Айналшал. Қазір мен айнала алмаймын. Мен бұл әлемде Херобринге айнала алмайды да қылып тастағанмын. Нақтан дейін терең бұл жерде қап-қараң. Қап-қараңғы ешқайда көрінбейді. Бұл жерде тірі жан жоқ, екеумізде басқа. Әлі дейтін Айдаһар да бар, сен Айдаһармен әлі шайқасасыңдар. Айдаһар ол өтірік, аңыз. Айдаһар ол аңыз. Оны баяғыда өлтірген. Оны білем, аға. Сен бала, сен неғып құтыра бересің, а? Құтырған жоқпын, бaba мен. Жақсылама, ұрмақшы өзіне. Жоқ, әлде таяқ жейін кеп тұр ма? Жоқ, таяқ жейін кеп тұрған жоқ. Жоқ. Сен неге құтырып отырсың? Баба. Есе 4 күн бойы табақ жемейсің, түсінің бе? Саған айтам. Я. Ебай, қол бауып тұрған қараш. Так. Қолына түс күтті ғой мынау. Әп келді. Майым. Яқты шыға енді. Қаша өртеймін сені, өртеп жүрем. Яқты қару жарақ жоқ қой, яқты. Көріші, жоқ қой. Бала! Ау! Сен яқты мені ұрасың не? Есе әкеңе қол көтеретін боласың ба? Я! Бала, ап кел берка, таяқ жейсің. Ап көмейм! Пышақ. Асыл көресің енді. Болды, енді қоштас. Өйге әкеп. Мен адамды өтірдім ба? Мен енді күнә жасадым ғой, мен енді күнәқар болдым ғой. Мен естеймін, есікті ашылмай тұр ғой. Қана будильник ұрайықшы наны. Ашылды есік. Бостандыққа шықтым мен дейтін. Осы Кира бірақ осы өлтіру керек еді, осы тегі бар бізге қарсы тұра береді. Надоел уже. Жынды болып кетті ғой, псих. Деп көді. Бір Херобринге айналып жүр дей ма бірдеге дейді ғой. Сонда ғой Херобрин болып кетті. Бәріңді өлтірем, анау деп өзінше құтырып жүр ғой. Мен барлықтан біртіндеп өлтірем, анау деп қуыты ғой өзінше. Ё-майо. Оны қайта өлтіреміз е? Білмейміз ғой, бірақ оны әлбақшы марланттар ұстап алды ғой оны. Марланттар? Ұстап алды ма? Ұстап алды ғой. Қойш. Мен естідім ғой. Енді өлтіре ма оны? Білмеймін ғой, оны жазалап отыр. Оған тағы дейсің, 20 күн тамақ бермейді, 40 күн. 20 күн? Я. Ё-ма, 20 күн тамақ бермей ма? Я, жазасы ғой енді. Жақсы болды ғой, е? Сауап болыпты ғой өзіне. 2-3 ай тамақ бермейді екен. Жазалап отыр да, оны марланттан қоспақшы. Марланттарға ебі. Алайда ол қосқысы келмей отыр. Оған қосылмай отыр. Қосылмай отыр? Егерде ол қосылмайтын болса, егерде бәрі қарсылық көрсетсе, оны тозаққа жібереді екен. Тозаққа? Я, тозаққа. Менде балта бар. Киран басын шауып келеміз бар. Киран. Газ дейтін газ тұңғой. Киран неше жаста өзі ол? 19. 19-да? Баладан шауып көрейік та. Айтпақшы, әскерде охранниктер бар ғой, сояқта көріп көрейікші. Білейін, бір охранниктер бар, айтпақшы. Айтпақшы, ұйықтап отыр ғой, бұндай ұйықтайды олар. Кеттік онда, барып көрейік. Тығылып жүрейік. Я, тығылып. Мына жер бот шықты ғой, Мария. Мен Киран өлтірем ше. Сатқын неме ғой, бәле. Ханым, көріңіз. Рахмет. Жақсы болды. Нау, марланттар несі ма? Қалай еді? Марланттар басып алды осы. О, Мария қабырғасы я, қателеспесем. Я, Мария қабырғасы бұл. Так, мен қакеш, әңгімелесейік. Кира Брахус деген бір жексұрым бар ғой. Я, Кира.
психопат жынды. Психопат жынды. Бәрін де өлтірем, бірдеңе тұр деп болды. Үстіне бір киім киіп алған ба, бірдеңе екен. Херобрин болып кеткен ғой, еще ол дейді. Қойш, Херобрин болып кеткен ба не? Херобрин баяғыда өлген ғой ол. Оны ол Херобриннің мұрагері емес пе екен? Сонда мұрагер етпекші ғой дейді. Я мұрагер болады ғой. Херобрин мұрагері болатын болса, ол бізді өлтіреді. Онда мынандай ғой, ол айтпақшы Херобрин өлген кезде ше, сол кезде Кира Брахус дүниеге келген да. Кира Брахус? Сол кезде дүниеге келгенде ол андай тербеткенде ше, бесіктің ішінде болғанда ол Кира Брахус оны байқап қояды да. Бірақ мынаны кіріп кетейік ішіне деп кіріп кетті да оның ішіне. Сол үшін айналала ма сонда? Санасына кіріп кетті оны. Я айналалады ол. Оны өлтіру керек міндет. Біз өлтіру керекпіз оны міндет түрде. Өлтірмесек әйтпесе жаман болады бізде. Оружие керек қой бізге дейтін. Иә. Ол мардан тастап алды ғой. Менің есімім Кира Брахус. Мен дейтін 19 жастамын. Мен 1905 жылы Марияда паника болып жатқан кезде адамдар мені сатып кетті. Менің мақсатым пирландтардың халқын қорғау және марландтардың барлығын өлтіру және де зомбилердің барлығын тастау. Мен барлықтарымды кезек-кезегімен өлтірем. Мен барлықтарын біртіндеп кезек-кезегімен өлтірем деп атты тақты. Естісің ба? Я адамды жоям деп атты ма? Жынды ма? Бірдеңе қоса псих па? Бәрі жүзеге аспайды ғой мен. Естейміз енді. Ей, біз қаяқтан түстік е? Білмей атып қой. Е-мое, Кира ата сөйлеп отыр тағы да. Кира ме? Кім еді аты? Кира Брахус. Кира Брахус сөйлеп отыр. Артымызда кім тұр? Артымызда біреу тұр ғой. Біреу тұрған сияқты жоса. Ананы көрдісің ба? Иә. Ананы. Кира Брахус тұр ғой. Өлтіре аламыз онда. Ой. Тиісе алмаймыз, Тиісе алмайды жақын. Ұшып тұр ма? Призрак па бірдеңе ғой мынау? Елес болып тұр ма? Қарсы тұр ғой. Әшейін тұр ғой. Көре бізді. Қарап тұр ма бірдеңе ғой мынау? Міне Джеймс Крайы бар. Осы ма Кира Брахус деген? Иә. Джеймс Крайы керек па сізге? Джеймс Крайы? Иә. Телепортация ете аласыз. Осының кесірінен білесің ба? Роза қабырғасынан айырылдым мен. Розада туып өскенмін мен. Иә, Розадан айырылдық біз. Қарғыс атқа жек сұрын тұрысын қараш. Өлтіру керек қазір балтамен. Газ. Қылыш. Қаным сізге қылыш керек па? Өткір. Ана. Мені өлтірмексіңдер ме? Ей, түсіп кеттің ба? Тоқта, сен Кира Брахуссың ба? Саған не керек енді? Саған не керек өзі, неғып бізге тыныштық бермейсің? Біз қаяқтан шықтық, қайтар біз өзіміз әлемізге. Розаны не үшін басып алдың? Оңбаған. Сендер ғой. Сенің кесіріңнен 10 адам өлді. 20-53 адам қаза тапты. Өлді. Сенің кесіріңнен. Мен сені күдіктенем ше? Аты өлтіру керек сенің дейтін. Қолыңды көтер. Мені өлтіре алмайсыңдар. Мен қаламайша сендер бұл әлемде мәңгі бақи қаласыңдар. Шығар бізді. Сен не оттап тұрсың, Тұрған жеріне басына нә? Өлмейді мынау. Елес па бұл? Тоқ па бір әлі болып кетті ме? Соғы мынау. Мен осияқта көп адамдарды осияққа әкеліп алам да, осияқта жүресіңдер сатқындар, барланттар. Қайтқан сатқын несі? Біз перландпыз. Перланд емессіңдер сендер, мен білем. Сендер марландтарсыңдар. Құмашы, біз перландпыз. Сендер мен туралы бірдегелер айтып жүрсе кетсіздер ғой. Не туралы айттық біз? Соншама. Сендер мені марландтарға ұсталды дейсіңдер ма? Негізінде мен ағаба бола ұсталдым. Енді мен вообще ұсталбай. Сендер бен ұстай албайсыңдар. Кира, сен менің ашуыма тие берме өйтіп. Тұрған жеріңде бауызда өлтірем. Түсінің бе?
ішімге келсем газ сенің. Ей, сені бірдей істесе солдат. Сен отырып қал, атылмайды. Өлмейді мынау. Өлмейтін бәле ғой мынау дейді. Ханым. Ханым демеймін ма не? Мен патшайыммын, мен патшаның несімін, қызымын туған. Ханшайым де мен. Құрмет көрсет, құрмет қайда дағы? Маған құрмет көрсететін сен емес. Кім енді? Жұмысың болмасын. Ой, Сау болыңдар. Ой, сенің қолына боқта келмейді даже. Көреміз. Ал енді ұшып барайын. Өзімнің әлемімде. Бізді қалдырып кетті.